сахнаға шыға келгенде жарқырап ар жағынан қазақилығы көрініп тұратын әншілердің бірі. Дүйім қазақтың жақсы көрген әншісі, сол қазақтың ішінде мен де бармын деп есептеймін. Өйткені біздің қазағымыздың даласының кеңдігін, дархан көңілін, дархан пейілін, сондай бір ақ көңіл ажарын ән арқылы ашып көрсететін әнші деп есептеймін. Қарындасымызға артылатын үмітте, сұраныс та көп. Бізде бір кезде өзіміздің концертімізге осы саржайлауымда осы қарындасымыздан шықса, осыдан ғана шығады, диапазоны соған ғана келеді. Осы әнді алып шығатын осы қарындасымыз деп кезінде саржайлауымызды айтқызғанбыз. Әлі күнге дейін міне радиодан да телевизионда түспей жүр. Аяулы сезім бақытқа бөлейді. Қазақстан Республикасының өнер қайраткері, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, халықаралық және республикалық байқаулардың жүлдегері Алтынай Жорабаева әнші болуды мүлдем мақсат етпеген көрінеді. Тек мамандықты таңдау жасаған тұста оған ән айту бақыты кездейсоқ жолыққан екен. Жаным жақсылықтың сайды мәңгі, жан әрбір бала армандайды ғой, енді мен бір мамандықты, мысалы, бірақ мен көбінесе мұғалім болуды, бір дәрігер болуды, мысалы, тарихшы болуды, сондай астрономия, география сабақтарын жақсы көретін. Бірақ енді әнші болам деген мен ойыма шықтасам кірмепті негізі. 11-ші сыныпты бітіріп, Қазақ түрік университетіне оқыған, тарих факультетіне тапсыруым керек болатын. Сонда бір орынға көп адам болғандықтан, енді бұл өз қызымыз тұйық қыз, ішкімен қуанышын, не қайғысын бір басында не бөліспейді деп, әке-шешем соны қорқады екен негізі. Көздері жетті, бірақ тарихқа түсе алмайтын шығар деп, өйткені адам көп болды. Содан жүріп, өнер факультеті деп жаңадан ашылған факультет бар екен. Соған түс кейін ауыстырып тастаймыз деп мен алдап соған түсіріп, сол жерде ән айтқызды. Енді экзамен болған екен нетпейсің ғой, қорықпайсың, енді әнді айттым. Содан бәрі жаңағыдай сен байқауға дайындаймыз деп, сол жерден 2-ші курстан бастап осы әнді бастап кетті ғой. Оған дейін былай әнші боламын деп шыны керек ойыма кірмепті. Алтынай алғаш рет 1997 жылы Арай байқауына, кейін Жас қанат Азия дауыс халықаралық өнер сайысына қатысқан болатын. Талантымен талайды мойындатқан ол 2004 жылы Болгарияның Варна қаласында өткен ән байқауында лауреат атанады. Сол жылы әнші Латвиядағы Янтарная звезда, Мысырдағы Александрия секілді бірқатар елдерде ұйымдастырылған халықаралық байқауларда жүлделі орындарға ие болды. Өнер арқылы танып жатады ғой басқа жақ. Сол үшін мысалы елді Қазақстанның танымал болуына бірден бір себепкер болсам екен деп, сондай бәйгеге түскенді өзім жақсы көремін. Енді бұл менің өмірімде 7 байқау, соның бәрі халықаралық Азия дауысынан басталды. 2001-ден арасында республикалар бар, Азия дауысы аясында өтетін Қазақстан әндері байқауына жылда қатысып тұрдым, үнемі лауреат атанып тұрдым. Содан Славянский базар Беларусияда өткен, Египетте өтті, Голливудта орындаушылық шеберліктің әлем чемпионаты. Сол жерде енді шыны керек, ол жерде көбінесе оңтүстік Америка мен оңтүстік Африка дейді ғой, солар ғана ататын шығар деп ойладық, шыны керек. Бұл жерде жас аралығын таңдайды екен. Сол менің жасымда 26 мен 29 арасында 200 үміткер болды. Соның ішінен енді бір қолы алып қайтайын, енді ұят болмасын деп сондай қорқыныш болды. 5 номинация алып бардым. Сол 5-еудің 4-еуі ұтты. 2-еуі алтын алып, 2-еуі күміс алып, сондай күтпеген жағдайлар болып, сондай қуанышым қойныма сыймай, бір мақтанып, шыны керек қой, соншама ел сен жіберген екен, солардың сенімін ақтау керек.
Репертуарымда әртүрлі бағытты әндер, патриоттықтар да бар, жастар тыңдайтын ырғақты әндер дейді, попса дейді, лирикалық әндер, мысалға біздің ескі ретро әндері, одан кейін басқа тілде әндер, енді тыңдармандарым кең ауқымды деп айтуға болады. Және көбінесе енді бірақ маған патриоттық әндерді ұсынып жатады. Сахнада үнемі енді өнер адам болып, әнші болғандықтан біздің жаңағы репертуарымыздағы әндерімізге киінген киіміміз сай болып тұру керек. Және де менің өзімнің қазір өзімнің стилистім бар, Мансия Боханова. Сол әнді тыңдап, жаңағыдай маған қандай киім жарасатындығы, эскизін бәрін ойластырып, күнделікті киетін киімдерім болсын, мысалға соның бәрін жасап отырды. Оның үстіне мен эстрада әншісі болғандықтан, ұлттық костюмның өзін стилизованный дейді, қазіргі заманға сай етіп жасап отырады. Әнші Алтынай жеке өмірде әйел бақытын сезінген, шаңырақтың шаттығын сәби күлкісіне бөлеген өнер жұлдыздарының бірі. Ол ең алғаш рет жары Сәбитпен сахна сыртында кезекті ән кешінде жолыққан екен. Содан бері жанұя жылуын жоғары қоятын нәзік жан өнердегі жолын өмірдегі серігіне сеніп тапсырған болатын. Тамаша ойын-сауық отауына өнер көрсеткен келгенде, енді айналайын қызым, қай жерден боласың дегенде, оңтүстік Шымкент дегенде, міне мына жерде ағаң отыр деп Сәбитпен таныстырып. Содан сол жылдан бастап халықаралық Азия дауысына дайындалу керек болдым. Сол көмектесіп, аппарат жағынан болсын, аппаратура жағынан барлығын көмектесіп, жаңағыдай өзі кірісіп кетті, өзінің өнері екінші орынға қалып бара жатқан сияқты болды, сезіндім да енді. Содан екеуміз бас қосып үйленіп болды. Сол кезде мен бір өтініш айтқан болатын да, Сәбит, бір нәрсе айтсам орындайсың ба деп. Иә деп, сол кезде мен ән айтпай-ақ қойыңызшы дегенде, көрші, не деп тұрсың сен деп. Сен бірінші мені Аллахтың алдында, одан кейін бүкіл халықтың алдында күнәһар қылайын деп жатсың ғой дейді да. Мысалға, сені бүкіл халық осы даусыңмен сыйлап жатыр. Мысалы, мен өзім бірінші сен даусыңа ғашық болып, келе-келе енді өзіміз оңтүстік болғаннан кейін тәрбиеңді қарап, содан кейін үйлендім дейді. Өзім 2001 жылдан бері Алтынайды қолыма қондырғалы бері өзімнің арманым ғой белгілі қылам деген. Продюсер ретінде жасаған жұмысым жемісі. Әр көрген сайын, әр әні шыққан сайын, әр халық таныған сайын, әр халық сыйлаған сайын, жақсы көрген сайын, әр ән тараған сайын ол адам қуанасын. Ол еңбектің жемісі. Елдің атынан енді талай 6 халықаралық конкурста Қазақстан туын желбіретіп жүрген әнші, халықтың жүрегінен шығатын әдемі әндер орындап, ол Алтынайды мен үйге тығып қойсам, мен Алланың алдында да, адамның алдында да күнәһар боламын. Одан кейін жаңағы Алтынайдың өзінің жүріс-тұрысы, өзінің өнерін бағалай білуі, семьяда әйел, ана, сахнада әнші, әрқайсысы өз орнымен. Көпшіліктің көз айымына айналған Алтынай үй шаруасында үйіртіп әкетті. Әйел затының қолынан келетін бар жұмысты жан тәнімен атқаратын ол, қыздарына дәмді ас пісіріп, олардың сабақтарына көмектесуге уақыт табады. Ал қыстың қамын жазда ойлайтын өнер иесі көкөністерді тұздап сақтау жағына келгенде, нағыз бесаспап әйел деуге болады. Өнерден гөрі отбасы болуды бірінші орынға қойған әкесінің талаптарын ол бүгінде күліп отырып есіне алады. Әкем айтатын, сен әніңді, конкурсыңды білмеймін, маған бір жақсы күйеу бала тауып бер, сол күйеу бала саған ән айтқыза ма, мүмкін сиыр сауғызып қоя ма, ары қарай өзі шешеді деп айтатын. Сол себепте маған тек қана үй жұмысы, үй тірлігі мен үшін қиынға соқпайды, өйткені оның бәрін тәрбиеден көріп өстік. Тамақ жасау, ерді сыйлаудың өзі
Сондықтан енді қазір мен үшін жұмыс істейтін адамдар бар ғой, менеджерлер бар, жаңа стилисттер бар, жаңа Сәбит өз жолдасым продюсерім болғандықтан, қай жерге қандай интервью беру керек, қандай концертке қатысу керек, оның бәрін сол кісі ойлайды. Мен үшін бірінші орында ол әрине жанұя, өнер. Енді Алланың берген сый ғой. Бірақ сонда мен де әйел адам болғандықтан, қыз баласы болғандықтан біз сөйтіп жаратылғанбыз. Өнер үшін жаратылмаған әйел адам, ана болу үшін. Ұқсайды батыныштық жер бетінде ұйқыдағы сәбидің келбетіне, кім болсаң ол бол мейлің, рұқсат жоқ. Баламды ұйықтап жатқан тербетуге. Үш қызымыз бар, үлкені аяулым. Ол биыл маусым айында 8-ге толады, 2-ші сыныпта оқып жатыр. Екінші қыз Айнара, 5-тен асты, қазір бақшада. Үшінші қыз Саманур, 8 ай болды. Енді әрине аналық бақыт деген осы ғой, әйел бақыты деген осы. Мен анашым жақсы, анашым менің ұрыспайды. Біз азанда оянатын кезде бізді тұрғызады, ән айтады, концертке кеткенде сағынамын. Жас дәурен, ризамын мен саған. Жан сәулем, келші сәулем аңсаған. Жан сәулем, келші сәулем аңсаған. Қалаларға жеке концерттер көп беріп тұрам, шақырып тұрады. Көбінесе мысалға батыс Қазақстан көп шақырады. Сұраныспен шақырып отырады да, шыны керек кейбір кезде облыстарда аралауға уақыт болмайды. Бычақтың көркі қынында, жылқынына көркі қолында, азаматта болсоң ертегіде, саға келген ай, саға ардоқтың ештен тартынбай. Шетелдегі ағайындарымызға жеке концертімен барған жоқпын, бірақ осы басқа өнер жаңағы адамдармен, әншілер бар арасында, ұлттық аспаптармен орындайтын өнерпаздарымызбен концерттер беріп тұрамыз, жаңа мемлекет тарапынан. Сонда енді шыны керек жеке кел деп өтініп жатады, соған сәт түспей жатыр. Жазира, жасыл кілем өрнектеген туған жерге дариға, жер жетпеген саржайлауым. Кең өлкем, әлдилей берсен деп келем, аңсап келем сағынып, шөлдеп келем саржайлауым. Адам жаңағы оқылмаған кітап сияқты болу керек дейді, мысалға жаңағы оқыған сайын қызығатындай, сондай сол ұстаным ұстап отыру керек сияқты деп ойлаймын. Талғамында талас болмайды дейді, бірақ сонда мен де жаңағыда әр жағымнан әртүрлі қырымды көрсеткім келіп тұрады. Өнерге келгеннен кейін осы өнерді берді екен деп отыра беруге де болмайды. Айтады ғой, кәсіп қылмай нәсіп болмайды дейді. Сол сияқты жаңа өнерді де ұштай беру керек, оны іздей беру керек, оның түбіне жетпейсіз әрине. Бірақ сонда да бір жаңалықпен өзіңді басқа қырмен таныту керек деп ойлаймын енді. Өйткені өзіміз осы өнер саласында болғандықтан, сол өнерге қатысты мейлі әншілік, мейлі басқа жаңағы жанрға, мысалға
цирк өнері болсын, мысалы қазір өзім сол дайындықта жүрмін әрине. Талантты адам барлық істеде талантты дегендей, Алтынай Жорабаева соңғы кездері цирк өнеріне ерекше ден қойып жүр. Ол концерттік бағдарламалардың біріне қатысқан сәтте цирк аренасының ішкі құпиясына тереңірек үңілгенде болатын. Содан бері Алтынай жұртшылыққа беймәлім өнердің қыр-сырымен тереңірек білу үшін цирк алаңына күнделікті келіп, дайындық жұмыстарына қатысып жүр. Құрметті көрермендер, енді мен кезекті дайындығымды бастайын деп жатырмын. Менің әнші емес, басқа қырымнан көресіздер қазір. Циркті теледидардан көбінесе енді кішкентегімізде теледидардан көп көретінбіз. Әрине бұндай ән айтып, және де екінші өнер осы циркті қолға аламын деп ойлаған жоқпын. Әрине, енді біз үшін бір үлкен бір ертегі сияқты болған, бірақ қазірде осы ұсыныс түскен кезде мен төбем көкке жеткендей болды. Өйткені мен өзімді циркте, өзімнің цирк маманы ретінде мен өзімді өзім елестете алмадым. Әрине, өйткені үлкен қорқыныш болды. Жаттықтырушымыз өте сондай менің мүмкіншіліктерімді қарап, жаңағыдай осы трапеция дейді ғой, мысалы соған шығып қандай қимылдар жасау керек, сенің мүмкіншілігің бар, сенің жаңағыдай талпынысың өте жоғары деп, сенен бәрі шығады деп бір үлкен шабыт беріп қойды. Әрине, өте қуаныштымын. Әрбір өнердің өзі сондай тегін емес, оңайшылыққа соқпайтын мен көзім жетті. Өйткені жаңағы трапецияны бірінші алып келгенде мен деген жаңағы оны үстіне отырмақ тұрып қолмен ұстауға мен батылым жетпеді. Өйткені әрине сол үлкен өнер екен. Аренада, үлкен сахнада жаңағыдай ән мен циркті бірге байланыстырып, сіздердің алдыларыңызға тамашалап отырғанымызға бұдан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын мен үшін. Анашым тілегім сәби сырым, әлдейлі үзілмес бесік шырым, төгілсін тебіренсін ең жүрек, әніндей періштенің, төгілсін тебіренсін ең жүрек, әніндей періштенің, тәттінің. Аналық махаббат кернеді ме, қызығын дүниенің көрмеді ме, сәбиін әлемнің жұбатайы, өзімді ораған жүрегімде, өзімді ораған жүрегімде. Сахнаға шыға келгенде жарқырап ар жағынан қазақилығы көрініп тұратын әншілердің бірі. Дүйім қазақтың жақсы көрген әншісі, сол қазақтың ішінде мен де бармын деп есептеймін. Өйткені біздің қазағымыздың даласының кеңдігін, дархан көңілін, дархан пейілін, сондай бір ақ көңіл ажарын ән арқылы ашып көрсететін әнші деп есептеймін. Қарындасымызға артылатын үміт те, сұраныс та көп. Біз де бір кезде өзіміздің концертімізге осы саржайлауымда, осы қарындасымыздан шықса, осыдан ғана шығады, диапазоны соған ғана келеді. Осы әнді алып шығатын осы қарындасымыз деп кезінде саржайлауымызды айтқызғанбыз. Әлі күнге дейін міне радиодан да, телевизионда түспей жүр. Аяулы сезім таң нұрындай бақытқа бөлейді. Қазақстан Республикасының өнер қайраткері, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, халықаралық және республикалық байқаулардың жүлдегері Алтынай Жорабаева әнші болуды мүлдем мақсат етпеген көрінеді.
тек мамандықты таңдау жасаған тұста оған ән айту бақты кездейсоқ жолыққан екен. Жаным жақсылықтың сайды мәңгі, жан жүрегім жалы. Әрбір бала армандайды ғой енді. Мен бір мамандықты, мысалы, бірақ мен көбінесе мұғалім болуды, бір дәрігер болуды, мысалы, тарихшы болуды, сондай астрономия, география сабақтарын жақсы көретін. Бірақ енді әнші болам деген мен ойыма шықтасам кірмепті негізі. 11-ші сыныпты бітіріп, қазақ түрік университетіне оқуға, тарих факультетіне тапсыруым керек болатын. Сонда бір орынға көп адам болғандықтан, енді бұл өз қызымыз тұйық қыз, ішкімен қуанышын, не қайғысын бір дене басында не бөліспейді деп әке-шешем соны қорқады екен негізі. Көздері жетті, бірақ тарихқа түсе алмайтын шығар деп, өйткені адам көп болды. Содан жүріп өнер факультеті деп жаңадан ашылған факультет бар екен. Соған түс кейін ауыстырып тастаймыз деп мен алдап соған түсіріп, сол жерде ән айтқызды. Енді экзамен болған екен нетпейсің ғой, қорықпайсың, енді әнді айттым. Содан бәрі жаңағыдай сен байқауға дайындаймыз деп сол жерден 2-ші курстан бастап осы әнді бастап кеттік қой. Оған дейін былай әнші боламын деп шыны керек ойыма кірмепті. Алтынай алғаш рет 1997 жылы Арай байқауына, кейін Жас қанат Азия дауысы халықаралық өнер сайысына қатысқан болатын. Талантымен талайды мойындатқан ол 2004 жылы Болгарияның Варна қаласында өткен ән байқауында лауреат атанады. Сол жылы әнші Латвиядағы Янтарная звезда, Мысырдағы Александрия секілді бірқатар елдерде ұйымдастырылған халықаралық байқауларда жүлделі орындарға ие болды. Өнер арқылы танып жатады ғой басқа жақ. Сол үшін мысалы елді Қазақстанның танымал болуына бір себепкер болсам екен деп сондай бәйгеге түскенді өзім жақсы көремін. Енді бұл менің өмірімде 7 байқау, соның бәрі халықаралық Азия дауысынан басталды. 2001-ден арасында республикалар бар, Азия дауысы аясында өтетін Қазақстан әндері байқауына жылда қатысып тұрдым, үнемі лауреат атанып тұрдым. Содан славянский базар Беларусияда өткен, Египетте өтті, Голливудта орындаушылық шеберліктің әлем чемпионаты. Сол жерде енді шыны керек, ол жерде көбінесе оңтүстік Америка мен оңтүстік Африка дейді ғой, солар ғана ататын шығар деп ойладық шыны керек. Бұл жерде жас аралығын таңдайды екен. Сол менің жасымда 26 мен 29 арасында 200 үміткер болды. Соның ішінен енді бір қолы алып қайтайын, енді ұят болмасын деп сондай қорқыныш болды. 5 номинация алып бардым. Сол 5-еудің 4-еуі ұтты. 2-еуі алтын алып, 2-еуі күміс алып, сондай күтпеген жағдайлар болып, сондай қуанышым қойныма сыймай, бір мақтанып, шыны керек қой, соншама ел сен жіберген екен, солардың сенімін ақтау керек. Құтты болсын ағажан қуанышың, азамат боп ер жеттау жұбанышың, өміріңнің шырағын сөндірмесін, көңіліңнің жалғасын ұлағысын. Репертуарымда әртүрлі бағытты әндер, патриоттықтар да бар, жастар тыңдайтын ырғақты әндер дейді, попса дейді, лирикалық әндер, мысалға біздің ескі ретро әндері, одан кейін басқа тілде әндер, енді тыңдармандарым кең ауқымды деп айтуға болады. Және көбінесе енді бірақ маған патриоттық әндер түсініп жатады. Сахнада үнемі енді өнер адам болып, әнші болғандықтан біздің жаңағы репертуарымыздағы әндерімізге мысалға киінген киіміміз сай болып тұру керек. Және де менің қазір өзімнің стилистім бар,
Мәнсия Боханова, сол әнді тыңдап, жаңағыдай маған қандай киім жарасатындығы, эскизін бәрін ойластырып, күнделікті киетін киімдерім болсын, мысалға соның бәрін жасап отырды. Оның үстіне мен эстрада әншісі болғандықтан, мысалы ұлттық костюмнің өзін стилизованный дейді, қазіргі заманға сай етіп жаңа жасап отырады. Әнші Алтынай жеке өмірде әйел бақытын сезінген. Шаңырақтың шаттығын, сәбиіктің көзайымына айналған Алтынай үй шаруасында үйіртіп әкетті. Әйел затының қолынан келетін бар жұмысты жан тәнімен атқаратын ол, қыздарына дәмді ас пісіріп, олардың сабақтарына көмектесуге уақыт табады. Ал қыстың қамын жазда ойлайтын өнер иесі көкөністерді тұздап сақтау жағына келгенде нағыз бесаспап әйел деуге болады. Өнерден гөрі отбасы болуды бірінші орынға қойған әкесінің талаптарын ол бүгінде күліп отырып есіне алады. Әкем айтатын, сен әніңді, конкурсыңды білмеймін, маған бір жақсы күйеу бала тауып бер, сол күйеу бала саған ән айтқыза ма, мүмкін сиыр сауғызып қоя ма, ары қарай өзі шешеді деп айтатын. Сол себепте маған тек қана үй жұмысы, үй тірлігі мен үшін қиынға соқпайды, өйткені оның бәрін тәрбиеден көріп өстік. Тамақ жасау, ерді сыйлаудың өзі. Сондықтан енді қазір мен үшін жұмыс істейтін адамдар бар ғой, менеджерлер бар, жаңа стилистер бар, жаңа Сәбит өз жолдасым, продюсерім болғандықтан, қай жерге қандай интервью беру керек, қандай концертке қатысу керек, оның бәрін сол кісі ойлайды. Мен үшін бірінші орында ол әрине жанұя, өнер, енді Алланың берген сыйы ғой. Бірақ сонда мен де әйел адам болғандықтан, қыз баласы болғандықтан біз сөйтіп жаратылғанбыз. Өнер үшін жаратылмаған әйел адам, ана болу үшін. Ұқсайда бар тыныштық жер бетінде ұйқыдағы сәбидің келбетіне кім болсаң ол бол мейлің рұқсат жоқ баламды ұйықтап жатқан тербетуге. Үш қызымыз бар, үлкені аяулым. Ол биыл маусым айында 8-ге толады, 2-ші сыныпта оқып жатыр. Екінші қыз Айнара, 5-тен асты, қазір бақшада. Үшінші қыз Саманур, 8 ай болды. Енді әрине аналық бақыт деген осы ғой, әйел бақыты деген осы. Мен анашым жақсы, анашым менің ұрыспайды. Күлкісіне бөлеген өнер жұлдыздарының бірі. Ол ең алғаш рет жары Сәбитпен сахна сыртында кезекті ән кешінде жолыққан екен. Содан бері жанұя жылуын жоғары қоятын нәзік жан өнердегі жолын өмірдегі серігіне сеніп тапсырған болатын. Ағамыздың тамаша ойын-сауық отауына өнер көрсеткен келгенде, енді айналайын қызым, қай жерден боласың дегенде, оңтүстік Шымкент дегенде, міне мына жерде ағаң отыр деп Сәбитпен таныстырып. Содан сол жылдан бастап жаңағы халықаралық Азия дауысына дайындалу керек болдым. Сол көмектесіп, жаңа аппарат жағынан болсын, аппаратура жағынан барлығын көмектесіп, жаңағыдай өзі кірісіп кетті, жаңағы өзінің өнері жаңа екінші орынға қалып бара жатқан сияқты болды, сезіндім да енді. Содан екеуміз жаңа бас қосып үйленіп болды. Сол кезде мен жаңа бір өтініш айтқан болатын да, Сәбит, бір нәрсе айтсам орындайсың ба деп, иә деп. Сізді мен ән айтпай-ақ қойыңызшы дегенде, көрші, не деп тұрсың сен деп. Сен бірінші мені Аллахтың алдында, одан кейін бүкіл халықтың алдында күнәһар қылайын деп жатсың ғой дейді. Мысалға, сені бүкіл халық осы даусыңмен сыйлап жатыр. Мысалы, мен өзім бірінші сен даусыңа ғашық болып, жаңағыдай келе-келе енді өзіміздің оңтүстік болғаннан кейін тәрбиеңді қарап, содан кейін үйлендім дейді. Өзім 2001 жылдан бері Алтынайды қолыма қондырғалы бері өзімнің арманым ғой, белгілі қылам деген. Как продюсер ретінде жасаған жұмысым жемісі. Әр көрген сайын, әр әні шыққан сайын, әр халық таныған сайын, әр халық сыйлаған сайын, жақсы көрген сайын, әр әні тараған сайын ол адам қуанасын. Ол еңбектің жемісі. Елдің атынан енді талай 6 халықаралық конкурста Қазақстан туын желбіретіп жүрген әнші, халықтың жүрегінен шығатын әдемі әндер орындап, ол Алтынайды мен үйге тығып қойсам, мен Алланың алдында да, адамның алдында да күнәһар боламын. Одан кейін жаңағы Алтынайдың өзінің жүріс тұрысы, өзінің өнерін бағалай білуі,
Семьяда әйел, ана, сахнада әнші, әрқайсысы өз орнымен. Көпшілік